Бүгін ішектердің анатомиясы мен физиологиясына аз ғана шолу жасаймыз. Біздің ішектеріміз іш қуысында орналасқанын білеміз және ондағы қабырғадан жамбасқа дейінгі барлық дерлік аумақты алып жатыр. Ішектердің жалпы ұзындығы 7-8 метр. Мұндай ұзындық ішімізге жайдан жай сыя бермейді. Сондықтан олар көптеген иін құрайды. Ішегіміз екі бөліктен тұрады: жіңішке ішек және тоқ ішек. Сырттай қарағанда ішектер су құбыр түтігіне ұқсас, яғни трубаға ұқсайды. Өзінің иіндері бар, изгиптері әртүрлі бөліктерінде әртүрлі диаметрлі болып келеді. Басында жіңішкелеу болса, соңғы жағында жуандау болып келеді. Осы труба бойымен біздің ішкен тамағымыз жылжиды. Сонымен қатар ішектердің құрамдарының бірі ол бактериялар. Онда олардың саны бірнеше триллионнан асады. Жалпы бактериялардың салмағы 3 килограмм. Бұл бауыр салмағынан 2 есе көп. Осыншама көп бактериялар барлық ішектер бойында жіңішке қабат, яғни слой құрап орналасады. Жалпы ауданы 400 метр квадрат. Ол барлық асқазан ішек трактісінде бар. Бактериялар неге ішекте өмір сүреді, қандай қызмет атқаратыны туралы бөлек пост болады. Ішектердің қызметін, бағытталуын түсіну үшін ас қорыту жүйесі қалай жұмыс жасайды, соны білу керек. Алдымен тағамның бір бөлігін аузымызға саламыз. Ауыз қуысында сол тағамның дәмдік қасиеттерін анықтай аламыз. Ақырындап шайнап сілекеймен шылаймыз. Тура осы жерде ас қорыту процесі басталады. Сілекей тез сіңетін көмірсулар мен крахмалдарды жай қантқа дейін ыдыратады. Бұл процедура асықпасақ 3 минутта өтеді. Кейін тамақты жұтамыз. Ол өңешке өтеді. Өңеш бойымен тез қозғалып, бірнеше секунд ішінде асқазанға түседі. Ал асқазанда ас қорыту ұзақтау жүреді. Асқазан тамақты ас қорыту сөлімен жақсылап араластырады. Тұз қышқылын бөледі. Осы кезде ақуыздар ыдырай бастайды. Асқазанда ас қорыту 2-4 сағатқа созылады. Енді ішектердің жұмысы осы жерден басталады. Ішектердің жұмысы туралы келесі постта тыңдай аласыздар. Сізге осы мәліметтер қызық болды ма? Қызық болса, лайктарыңызды аямаңыздар.